Балалар күні бүгін біздер сіздермен бестемшек ойын ойнаймыз. Бестемшек ойыны мінекей. Сіздер тұлпар тобы, сіздер сұңқар тобы. Екі қарама-қарсы топтағы тұлпар тобының қазандығы мінекей мына жақта болады, сұңқар тобынікі мына жақта бір-біріне қарама-қарсы болады. 10 асықтан артық жинаған топ ұтысқа жеңіске жетеді. Енді кей команда басшылар келе ойындар. Мен қолымда қазір асық бар, осы асық жасырам, кім бірінші бастайтын белгілі болады. Екеуін бірді тапқанда қайтадан. Тұлпар тобы бастай қойсын, жақсы алып, тәмерес бастай қой. Қазандықта бір асық қалап, қалғаны басқа қазандыққа салып шығармайыз. Жүк болған асықтарды қазандыққа салып отырамыз. Жарайсын, қазандыққа салып. Әйелдері ғой. Қайсы жерді бастайсың, алағы кесіз өзің. Асықтарын қолданып. Арғай білімдері бастайсың. Арғай қойсын деп. Арғай қоймайсың, арғай қойсын. Дұрыс жағын білім сал. Енді не қарай жүр. Асығың үші болды, сондай ғой кесіз. 6. Қазандығына сала қой. Әлбет келе қой. Тұлпар тобының асықтар шығады. Бір асық қалдырамыз да, қалған қазандықтарға салып отырамыз. Санай ғой, 8 болды сенікі, 8 асығында жаққа салады. Ал қалай болды? Қай қазандықтың несі көп болды? Тұлпар тобынікі, сұңқар тобынікі ма? Тұлпар тобынікі көп болды, тұлпар сіздердің мінекей. Сендер жеңіске жеттіңдер, жарайсыңдар.